Wi-Fi арқылы атака істеуге бола ма? Болады. Instagram аккаунтым жоқ еді, телефонда алдымда сенің Wi-Fi-ға жалғаным. Instagram аккаунтым логин паролін теріп кірдім. Мен көре аламын соны. Логин парольді ма? Ортада сессия бар, алмасады. Hello guys, welcome to my channel деген видеолар. Қазір диплом болғанда мен киберқауіпсіздікте жұмыс істеп жатқан болатынмын. 4 жыл өзің направление тауысаң, кетесің өзің жолыңмен. Таба алмасаң, қайттан нөл болып жүре бересің, есе таба алмасаң. Математика білу шарт емес, просто так логикаң бетон болу керек болған. Ассалаумағалейкум хаммеге. Біздер және сол үшеулік Самандар, Мақсұт һәмде мен Қуанышбек өткендегі видеоның, IT тарауы бойынша қызғарлы информация беретін кішкене подкасттың давамын алмақтамыз, давам еттіреміз. Неге көпшілік IT курсларды біткеріп жұмыссыз жүрді? Сол сұрау болады, Самандар, менен гөрі көплеу шәкірт даярлаған IT тарауын Бияқтан естеп, толықтырып. Біздер компьютер сауаттылықта оқытамыз да, мысалы енді оқыттық, мысалы оқытады, IT-ға что біздер сіздерге не жетті даярлап береміз біздер продукт деп қарағанда. Біздерден кейін сіздерге барып тұрып. Сол сұрау, не үшін жасылар IT-ді оқып, курсларды біткеріп тұрып, жұмыс таба алмай жатыр? Направление бойынша. Себебі олар мысалы сол курсты бітіреді ғой. Курсты бітіргеннен кейін уже тоқтап қалып жатырды. Көру керек, әмелият. Яғни бесплатный ұстап беру керек. Бесплатный. Сол өзіне әмелият үшін. Кейін бара-бара оны өзін көтеріп алып кете береді халық. Бесплатный болса да. Қайларда жұмыс заказ алуға. Фрилансқа мысалы мен өзімім жұмыс таба алмадым, қиналдым, расы. IT тарауында жақыннан басылап енді былай не қылып жатырмыз. Но менде тіл проблемасы болды. Ең үлкен проблема тіл. Сырт елмен сөйлесу үшін ба? Сырт елмен сөйлесу үшін емес. Мына тұрған нөкістің өзінде IT паркке тапсырып отқан уақытта менен тіл сертификат сұрады. IT паркте істетіп қалдым. Тіл сертификат сұрады. Не болды? Ташкентке барса, білесің өзі, Ташкентте не? Русский, английский обязательно. Строгий. Русскийді білесіз бе? Өзбекстанда тұрып, өзбек тіліне біліп тұрып, орысша білмегеніміз үшін жұмыс таба алмай жүрміз. Сондай жағдайлар болды. Болады ондай жағдай көп жүреді. Енді тіл дейтіндей постоянно өрді біздер мысалы біреумен сөйлеспесек, тек просто проект түсініп алуымыз керек. Енді мысалы үйрену үшін пока тілді білу шарт емес өрді. Мен өзім пікірім да, мен мысалы английский, русский білмеймін. Английский, русский Лума ақпаймын арасы. Енді білеме андай көшеде сөйлесін сөздерді. Нелерді қалай көріп түсінесіңіз? Hello guys, welcome to my channel деген видеолар. Любой айтешнико акценті ескен ол видеоларды көрген да. Мен программистпен да, мысалы. Программист болғанда менде интернет болады, Google болады. Біздерде өзі айтады ғой, ең зор программист бұл Google-дан тура пайдаланып білетін адам. Дұрыс. Осы сөзді енді мысалы переводлайтын болсам, аламан, саламан. Google перевод. Бірақ енді сөйлесу үшін былайша енді интервью болатын кезде қиын болады да. Менде бір-екі мәрте болған сондай сөйтіп. Интервью матымен болған, тіл білмегеннен кейін. Тіл білмегеннен кейін ба? Ең аурулы тема. Просто бірақ қасында программист болса, мысалы, тіл білетін программист болса, ептеп сонымен оңысып кетесің да. Сөйтуге болады. Мақсұт, не қалай ойлайсың? Енді біздерде IT-де жұмыс не қалмайды деп отырсыз ғой, тауы қиын деп отырсыз оқушылар. Просто біздерде мынандай да, мысалы үшін көп оқушылар, мысалы үшін ата-аналар болады, мысалы үшін баласын оқытады ғой. Баласына азғантай итибар қаратпай қалады да, мысалы үшін не үйреніп жатыр, не қойып жатыр, мысалы үшін үйінде контрол болмайды да. Мысалы үшін үйінде контрол болып әрдайым баласына сұрап тұратын болса, баласы уже не дейді, енді барып үйдің ішіне қорқады ғой. Не таярланады да, сабақларға не үйге тапсырма деген затлар істенеді. Мысалы үшін курста оқып тұрыз, мысалы үшін 3 айлық курслар бар, мысалы үшін біздердің сауаттылық 1 айлық курста. Просто так өтетілер де бар. Біреулер айырымлар бар, үйренеді конкретно. Үйренуге келгеннен кейін. Сертификат алғаннан кейін бізге мысалы үшін ата-анасы айтады, ау, балам есет үйренбеді ғой деген затлар болады, айырмашылықтар болады да менде. Өтеді, мен айтып беремін ата-анасы, мына біреулер қалды, мен мына күні еще қосымшаға шақырама, олар деп не десем болады. Келмейді да баланың өзі. Бірде жаңағыда үйінің ішіне кеттік деп айтады, үй жоқ бала. Негізі мен өзім ойлаймын, программист мысалы боламан деген адам әрекет етеді озатқан. Мысалы тоқтап қалмау керек, главный әмелият көру керек. Постоянно не ғой. Мысалы әзір жүрсек, мысалы балалармен
кеше бұл айтты телеграм бот істейік дедік, давай соны істеп көр өзің ұяттан. Қазір AI бар, ChatGPT бар, бесплатный қылып қойыпты, қалегенше пайдалансаң болады. Вообще мен сазаттылар ава. Баяғы заман емес, компьютер бар, бұл жерде бесплатный мысалы. және Бесплатный не бар қонша білесіз ба, айрым ата-аналарда бар, неге де мысалы курс сұрап келеді ғой біздерден, қандай курсқа десе IT курс дейді да. Именно сол кезде айтамын да айрым ата-аналарға, IT-дің именно қайсы бар, мен бөлінеді ғой IT мынандай. Дұрыс. Ата-ананың өзінде понятие жоқ, что не зат өзі IT деген нәрсе. Мысалы үшін қандай бөлім сіздің балаңыз неге қызығады, программист болуға ма или графика ма, дизайнерге қызыға ма деп не, солар сұрап аламын да, қайдың IT-ға дейді, ондадан компьютерді біле ма деп сұраймыз да. Көше компьютер білмей болды, сауаттылыққа жібереміз. Сауаттылықтан кейін дәл шығар жағын алып кетеді өзі. Ол жерде администратордың рөлі үлкен, сортировкалай алу керек. Клиентті келді, мысалы IT-ға деп жатыр па, что IT-да не екенін түсінік жоқ па, алата давайте компьютер сауаттылығына жіберу керек оны. IT не екен, мысалы компьютерден пайдаланып үйренбеген адамға IT-ді түсіндірудің пайдасы жоқ. Бір айлық курсты базовый білімді алады компьютер бойынша, бір айлық базовый білімді алып, одан кейін там программаластыруға, мысалы самандарға өтсе, ол нормально. Одан кейін IT не екенін еледі толықлау түседі. Мен соңғышынан специальный сабақтарда болатын еді, өткен кезде IT не екенін додалайтын. IT информацион технологиялар. Информация не зат, технология не зат. Әддені додалап, әддені түсіндіріп беретін. Соңғышын, что понятие пайда болсын, ертең не болмасын деп интернетке дем қойып, группаларға дем тастап беріп жүрді. Ол кезде администратордың рөлі үлкен болады. Сортировкалай алу керек. Меніңше ол затты жақсы істеп тұрды деп ойлаймын. Себебі сіздерді білмеймін, енді біздерге арасында болып қалады. Мен компьютерден бұл заттардан хабарым бар деген бір адам арасында болатын еді. Екі адам келіп қалады. Атак ондай программированияға деп именно кіріп отырғандар болмайды. Қызыққан адам ілажын қылады ал. Қызыққан адам. Программист Телефондан ам істейді. Жастарға бұйырды, главный жаңа самандар айтқандай, сен айтқандай дұрыс нәрсе. Программисттің постоянно изучение де болады. Постоянно бір зат изучать етіп отқан болады. Ана курс үйреніп отқан болады, junior не болатын болса, жоғарылау дәрежеде болатын болса, ол не іздеп отқан болады? Вакансия іздеп отқан болады. Қазір айтып отырсыз ғой, мысалы пәлен қылып жатыр, түлен қылып жатыр деп. Менде бір оқушылар бар, телефоны жоқ та жағының. Сол өзі келеді, ютубтан көреді, өзімен өзі наушник әкеліп қойыпты. Наушник кәдімгі жамау ғой енді. Скучтап. Ондай. Жағдай төмен шығады. Да. Ішінде Google дискке сақтайды мағлұматларын. Жағы болады. Память жоқ телефонда. Телефон жоқ қой енді, телеграмма жоқ еще. Google дискке сақтайды мағлұматларын бәрін. Сөйтіп, мысалы ана компьютерге өте ма, содан өзінің Gmail-ын ашады, шығарып ала береді хамме затлар. Просто қызығу керек. Қызыққан адам ләзім табады. Қызыққан да ләжін қылады. Окей, және бір кейінгі не қылатын сұраулардан бірі. Сіз біздерде енді саған қандай сұрау береді білмеймін, компьютер сауаттылығында ең көп сұрау. Айтишник болу үшін диплом керек па деген сұрау. Былай қарай берейін ба? Самандар. Бір түрлі болып қалмасын. Қазір диплом болғанда мен киберқауіпсіздікте жұмыс істеп жатқан болатын. Диплом болғанда. Көп жұмыс шықты, сондай Баянеден. Әсіресе жақсы тартады. Кейін аэродромнан, основной. Аэродромнан жұмыс шықты. Кәдімгі самолет қонатын, Баяни. Содан жұмыс шықты. Құлас диплом сұрады әмесіне, вещи болу керек. Бірақ жүріппіз, еплеп атпыз әйтеуір. Онлайн көреміз, басқа болады. Мақсұт, сенде не пікір? Диплом меніңше айтишник болу үшін именно меніңше керек деп ойламаймын. Енді диплом қандай уақытта керек? Мысалы, айтишник болып тұрып, үкіметтің жұмысына кіретін боласам ғой, сол уақытта керек деп ойлаймын да ол адамға. Мысалы, үкіметтің жұмысында істейтін болған, енді үкімет болған талап етеді, ол өздеріне қойылған талабы болған. Ол неғыз бере алмайды да. Енді мысалы үшін айтишник болып тұрып, шет елдің нелерінде, карханаларында істейтіндей дәрежеде нең болса, программист болып жұмыс істей аламын дейтін болса, опытың болса, ол уақытта сені дипломсыздан ала береді арқан жұмысқа. Жұмыста ол проблема болмайды ғой дипломсыздан. Өзбекстанның ішінде болса, болған дипломды сұрай береді үкіметтің жұмысында. Сол не только біздердің пікір, бұл жерде басқа жоғары дәрежелі айтишниклардың, мысалы бизнес направлениясында жоғары нәтижелерге еріскен адамдардың интервьюларын көреміз. Сол нәрсені айтады. Яғни мақсатыңызға байланысты. Яғни сіз IT-ді үйреніп, мемлекеттік жұмыста істей жақсыз ба? Значит, сізге обязательно диплом керек. Мемлекеттік жұмыс үшін. Мысалы менде диплом жоқ.
онлайн істеп жатырмын ғой. Бәрі бір жақтан тіл жақтан ұстайды да мен. Басқа жаққа шығып кетейін десем, виза жоқ. Виза алу үшін тіл білу керек. Тіл білу керек қой. Мысалы Германия басқа жаққа шығып кететін болсам, IELTS болу керек хотя бы. Тіл жағы бар и диплом жағы бар, көп қиналатын жер. Демек, біреулер айтады, мысалы, яғни прямо хейт қылып сөйлеп отырған көремен, жетістікке ерішу үшін диплом керек емес, оқыма, яғни өрде маслахат беру мәнісінде айтпайды да олар, не? Астында идеология жатыпты, что ілімсіздікке қарай тарту өрде сол мақсатты көремен, прямо негативпен айтады да, оқыған адамдарды көріп жатырмыз, андай мындай. Адамның жақсы жаманлығы ол оқығаннан несіне байланысты емес та, мысалы жұмыста оны. Оқысаң не ол? Оқысаң просто так мемлекеттік жұмысқа кіруде жақсы. Мемлекеттік жұмыста сәл қадірлеу боласың. Мемлекеттік жұмыста істейтін любой адам біледі бұны да. Сен мысалы неде мемлекеттік жұмыста істемейсің ба? Давай оқымай-ақ қой. Бар ондай таныстар мысалы. Нүкістің өзінде бар фрилансер. Енді оқыған оқымағанын білмеймін. Бір-екі нелерін көрек емес, сөйлескендерін оқыған адамның характеріне ұқсамайды да тоғырсы. Нағыз айтишник. Ол мысалы 10 миллионнан зет ақша табады, арқайын үйінде отырып. Тек мен оны арасында көріп қаламын, қашан көремін? Алдын историясын көретін, Instagram историясын. Азында шығады. Алдыңғы видеода да айтқан шығарман. История қояды, жүруге шықтым. Кеште шығып қояды, история, жүруге шықтым. Кеште көшеде Калинин бойында көреме болады. Бұлай сырттан танимам, бірақ прямой көрмеген, сөйлескен нем жоқ, отырып та. Жорабалар істескен. Кеште таксиде неде бұлай Калинин бойында неде жүрген уақытта, кеште жүргенін көремен болған. Ал ол оқымаған, мысалы, оның мақсаты, оның жолы сол. Яғни онлайн интернеттен английскийді біледі, русскийді біледі, заказ алып, заказ істейді. Сызу керек болса сызып береді, код жазу керек болса код жазып береді, басқасы жарату керек болса басқасын жаратып береді. Оның мақсаты, оның жолы сол. Оған диплом керек па десе, оған ұлыма диплом керек емес. Ол қызған емес. Мынандай зат бар да, диплом не деп отыр, университетте оқығанның бір плюс жері, мысалы үшін оқып келеді ғой, бала. Енді оқып келгенде мысалы үшін университетке кірсе, алдында және 4 жыл уақыт болады да. Қалеген тіл үйрене ма, курс үйрене ма, любой қайқа кетесең 4 жыл уақытың болады. Ал неде болса оқып келіп мысалы үшін оқымай қаласаң ғой, ол бұған сен жұмыс істесең басқа вариант жоқ. Үйіңде құрта жатқызып қоймайды да бәрібір. Енді сен айтып отырсың ғой, неше дипломы бар адамдар такси басып ауылда басқа жұмыс істеп жатқандарын көресің ғой. Білемін ол затларды. Просто уақыт болады деймін да. Дұрыслап пайдалансаң сен кетуге болады направление. Бір жылдан неше бала бітіріп шығады, сен ойлап көріңіз өздеріңіз. Соның бәрін жұмыспен тәмілей алмайсыз ғой. Тәмілей алмайды. Бәрібір адамның өзіне байланысты ол. Адам өзіне де байланысты ғой. Енді айтып 4 жыл өзің направлениені тауысаң, кетесің өзің жолыңмен. Таба алмасаң қайттан нөл болып жүре бересің, есеп таба алмай. Білмейміз ғой енді қойған. Қайның өзіне байланысты. Ол бірақ просто айтып отқан, мысалы үшін сен университет оқыма, бірақ өзің мысалы алдыңа қойған затларды істеп, анық өзіңе уверен болсаң, ол не қылуға болады. Нәтиже шығады да сенде. Ол біз жерде 70% қайдам жұмыс істеп кетеді. Сен қазір мысалы университет 4 жыл оқып шықтың, жұмыс тайын кел деп тұрған ешкім жоқ саған. Соң үшін енді мысалы сеніп қалмау керек. Студенттерге сөрді үлкен ескертумен сабақта да айтатын мен. Берекет тапып қайсылар оқып жатырсыздар. 4 жыл оқуды біткергеніңізден кейін сіздерге тайын кресло, тайын шай, там жоқ ондай нәрсе. Қолыңызда документпенен есікпе есік жүресіз жұмыс істеп. Ана есікке барасыз, отказ, мына есікке барасыз, отказ. Мен Нүкісте бармаған тек қышлақ құрылыс банк қылған шығар. Банктың бәріне келіп документ тастап шықтым да. Минфингеден бардым, вообще көп жерге бардым. Қазір бір нормальный өзім ұнаған, өзім қызыққан жұмысқа жайғастым мысалы. Бірақ жүде көп есіктерден отказ алдым. Оған шекен. Студент кезде мен айтатын едім, оқушыларға обязательно талап қоятын едім. Қашан жұмысқа тапсыра жасылар? 1 айлық курс өзі. 1 айлық курстың ішінде мен хотя бір вакансияға жұмысқа тапсырып, беседі тапсырым дейтін. Что, мысалы студент болып тұрып жұмыс істеп опыт алғаны жақсы да. Мұғалім студентпіз қой біздер там ерте ғой дейді да көпшілік. Оларда елі жаңа сен айтып отқан понятие бар, что біткерсем болды, ондай нәрсе жоқ. Студент уақытыңызда сіз просто бір бет қағаз резюме жазып, объективке жазып жұмысқа тапсырып жүрсіз ба? Жұмыс оқуды біткергеніңізден кейін 4 жылдан кейін оның қасына диплом қосылады, болды. Басқа ештеңе өзгермейді. Университет сіздер ойлаған там андай сиқырлы таяғы жоқ, что миыңызға бір қол құйып беретін да. Біздер сөйтіп кіргенбіз. Бірінші жыл мына қара, сондай не болды?
PhD бір доктор болды. Мен математикмын. Репетитор даярлық уақытында менімен бірге даярланғандар біледі. Даярланып жүріп, өзіммен бірге даярланып жатқан адамдарды оқушылар даярлайтын. 95-96 балалар бар. Өзіммен бірге группада оқып отырғандардың есебін шешіп беретін. Математика мектептен қызыққан. Университетке кірген математика деп тұрпан да мен. Мұғалімге айтып отырмын, математика давай үйренейін деп татуға кірдім. Сөйтіп профессор, жас үлкен профессор бар еді, себебін қайтыс болып кетті. Сабақ өту ұнамады. Сол жылы кредит модуль системасы орнатылды. Біздер кірген жылы 2019-да еді. Кредит модуль системасы бойынша оқып бастадық. Біздерге қайта айтатын еді, мұғалім ұнамаса алмастырамыз деп. Мен старосты болдым группада да математикалар бар еді. Ең бірінші бюджет болып кірген бала біздердің группада оқитын еді. Математик, гений. Аз Ташкентте істейді. Мен өзім жүде гений емес, но математика қатты қызығатын еді. Қазір қызығама қызығушылық бар. Енді сол кезде не болды? Группадағылармен келістік, сабақ өту ұнамай жатыпты әлі. Барып, деканға айттым мен. Бірінші курспан, сол 18 жас әлі. Декан, профессор ма, PhD ма сондай. Сондай аға, мына мұғалімнің сабақ өтуі бізге ұнамай жатыр. Неғылмай жатырды, балалар көнікпей жатырды, есе түсінбей жатырмыз. Маған қызық математика деп жатырмын, высший математика келді уже. Oli математика не еді? Бір зат Сауатов екінші томда өтіп отыр, высший математика. Айтқан уақытта деканның жауабын қара. Білесің, мынандай уже андай саясатшыларға қас. Білесің ба, Юлдашев, студент деген сөздің мәнісі деп бастады уже. Мен сездім. Студент деген сөздің мәнісі ізденуші дегені. Сіз өзлеріңіз ізденуіңіз керек деді. Сол кезде тоқтады. Значит, білдім. Өрді оқу жоқ. Мен күткен нәрсені бермейді. Содан мұғалім іздеп бастадым. Математика бойынша оқушы даярлап жүрдім. Аз-маз уақыт. Бірақ қызығушылық сөнді. Жаңа мұғалім себеплі. Екі мұғалім, кім екенін айтпаймын. Сол екі қызығушылықты сөндірді. Высший математика деген нәрсе. Стоп, тоқтады. Яғни университет сіз күткен нәрсені бермейді. Оларда сыйқыл таяқшы жоқ. Даярлыққа барса да кірсем болды оқуға деп жүреді ғой. Біреулер бар ау сөйтіп оқиды. Көп адам сондай, біреулер емес. Еще оқуға кіреді, қызық емес ол қандай оқу екен. Жібереді тек просто кірсем болды дейді, диплом алсам болды дейді. Просто мынандай зат бар да, көп неде андай жаңағы қатарынан қағысы келмейді. Плюс жерін айтайын ба? Содан кейін оқуға дипломның қайыр болу қызық емес та. Жаңағыдай қызларға плюс болады да ол, не? Дипломы бар деген не? Да, қалың пұлы қымбат. Да, ояғы болады. Диплом. Ең зор плюс жер. Мен мысалы IT-ға келсең болып бітіріп шықсаң, жұмыс деген вә деп тұрған жоқ ешкімге. Өзіңе байланысты. Неменде небір оқушылар оқыды ғой, сол уақытқа шейін. Где-то соның 20% жұмысқа берген шығар әз. Менде оқығанларың. Сөйтіп, менің өзіммен бірге оқығанларың где-то 30 бала оқыған болса, 15 жұмыс шығар соң. Жартысы жолда тастап кетеді, басқалар болады. Әркім әртүрлі проблема. IT-де және бір қате түсінік. Олар анадай, мысалы, біреуден эмоция алып қояды, что IT кең, жаңа ақша көп, ойбай деп келеді. IT-де оқысам болды деген нәрсе болады. Яғни курста отырсам болды, емесі үйренсем болды, емесі программирование, сол технопаркте болсын, басқа учебный центрда болсын, берілген сабақты оқып шықсам болды, кетті. Ақша, көмілдім, ақшаның астында жатыппан, астында жаңа жиентіра коттап алып жүріппен деп ойлайды. Бірақ ол нәрсе қате екенін түсінбейді. Яғни IT-да, егер сіз IT-дің адамы болсаңыз, сол направлениеде нанытыңыз тауып кете алсаңыз, может сондай шығар, жолыңыз ашылса, енді рызық алладан, біріншіден әлбетте. Құдай бермесе ісіңді, бұламық сындыра тісіңді деген сол. Құдай бермесе пайдасы жоқ. Енді IT просто так өзіңізді сынап көрің. Берді учебный центрдағы курстар основной соған жөнелтілген. 4 ай, 6 айлық курстар бар, мысалы, айрым учебный центрларда. Біздерде қанша ай? 3 ай ма? Мысалы, сіз 3 айдың ішінде біткеріп болып тұрып, жаңағындай 10-15 миллионлық айлықты жұмыс деген нәрсе жоқ. Ол өзіңізді сынап көресіз IT направлениясында. Бірінші компьютер сауаттылығында компьютердің не екенін үйренесіз, офис программаларында істеп, Pythonда оқып, 3 айда сіз өзіңізді сынап көресіз. IT сіз үшін ба, сіз үшін емес па? Сіз үшін емес болса, сіз басқа өзіңіздің направлениясында кетесіз, мысалы. Біреулер жаңа бухгалтерлер. Менде оқушылар болды, өзі медик, жасам үлкен 96 жыл оқушылар болды да, IT-де үйрене жақпан дейді, компьютер сауаттылықта оқыды. Енді неге үйрене жақсы? Просто так қуған шығар. Неге енді просто так бір зат десең? Менікі просто IT маған қызық, не зат екенін үйрене жақпан дейді. Вот, дұрыс понятие сол.
IT сен үшін ба, сен үшін емес пе, тексер болды 3 айдың ішінде. Дальше сен үшін ба, давайте оқы дальше. YouTube-қа кіресің де жаңа hello guys, welcome to my channel кетесің. Ала. Болмаса жаңағыдай жұмыс ізде, бесплатный услугам заказыңды істе, и сол бойынша кетесің. Мысалы. Ақша деп отыр ғой. Дұрыс, IT-да не бар? Ақша бар, нормальный сумма бар. Істеуге болады. Просто сен сол жұмыстан табуға болады. Просто сен сол неде жұмыс берушінің қойып жатқан талаптарына жауап беруің керек та. Мысалы біздерде мысалы Python сауаттылық ол тек қана баслангыч фундамент та. Ар жағын өзің алып кет, ар жағы не дейді? Өзің үйреніп, дальше үйренемін десең, жұмыс табуға болады. Просто талап күшті. Тоқта, вакансиялар қандай өз талаптар көрсіз. Мен турысы не жат? Стаж сұрай ма? Опыт болу керек. Стаж сол опыт сұрайды, одан кейін не сұрайды? Тіл көп. Қазір русский хотя бы английский болу керек. Четкий қылып жазасың да оны. Кейін жағдай біздер программисттер бар, өзінің фотосын қоюға болмайды деген. Сол жақларына да тәуір беру керек. Мысалы біреулер бар. Керек обязательно. Я программисттер ондай емес. Түр мұқым емес біздер үшін. Улума. Не керегі бар басқаның түрі болған? Қайда түрді емес та, резюменің жазылу қағидасы там несі болады ғой, мысалы, түр болғаны жақсы да. Просто так қандай қылып, мен өзім резюме істеп қойып, құры текст. Мен пәленше, сондай үзілер, білемен, нандай жерде жұмыс істедім, нандай. Просто енді басқа заты жоқ. Суретім. Түр қойылмау керек деген енді басқа жақларда дұрыс шығар. Қайдың біздердің шариғатта бәрібір адам түрі болу керек деп ойлаймын. Қойдым. Себебі мен шет елдерде тапсыратын болсаң дұрыс болу түрін қоймасаған болатын шығар бәлкім. Біздерде бәрібір не дейді? Бәрі сурет сұралады да бәрібір. Сен жіберме бәрі сұралады. Қара. Резюменің несі емес. Жұмысқа кіріп жатқанда мысалы бэкенд направление бойынша жұмысқа тапсырып жатсаң, не талаптар қойылады? Мен бэкендке тапсырып жатсам мысалы. Бэкендте мысалы мен өзімде істейтін болсам, мысалы жұмысшы керек болса, Django сұрайды, Fast API. Яғни қанша көп малумат білсең, өзіңе сонша плюсті. Өз малуматтарын жазып қойды, пәлен зат білу керек, төлен зат білу керек. Жақынарда вакансия мен қыдырып көрмедім, турсы кеше жұмысым біткеннен кейін ұлыма вакансияны қарамайтын болдым. Мен өзім вакансия іздеймін, балалар тастап тұрады. Келмейсің бе? Жұмыс шақырады қасына, вакансиясында істейді. Демек, бэкенд направлениясында Django, REST API и тәжірибе. Тіл плюс. Мысалы, біреулер Node.js істейді, әрқайсысы әртүрлі ғой. Көбінесе именно Python стек бойынша айтып отырмын да. Pythonда қандай стектер бар? Стек болғанда күтіқаналар айтасыз ба? Стек деген технологиялардың ізбезілігі да, там Python, Django, REST API деп отырсың ғой, мысалы. Сабақларды мысалы баста әліппе үйренеді ғой. Біздерде Python сол. Сөйтіп соның ішінде мысалы математика, мысалы әдебиет, басқа да қосылады ғой. Оның қасында мысалы Django, жағдай Fast API, Telegram бодтың өзі неше бір күтіқаналар бар. Telegram бодтың өзі бар, IOgram бар. Яғни шашылып кете берген де ізбез бұл. Python жақсы ролждан отып бірақ қазір хит дәрежеге шықты. Саманда қара, сен Python үйретесің ғой. Мысалы үшін Pythonда математика қай дәрежеде керек оқушыға, балаға? Математика қай жерге шекем керек? Математика білу шарт емес, просто так логикаң бүйтім болу керек болған. Логика. Английский ма? Мен білмеймін английский. Рас. Английский мысалы үшін айтады сол Google переводчик. Google переводчик дұрыс. Английскийдің керек жері, мысалы үшін енді Google переводчигін болса пайдаланып білсең дұрыс ол. Егер пайдаланбайтын болсаң, английскийің жақсы болса, өз білесің. Себебі ол кодлардың бәрі английше. Мысалы ана ішінде. Мысалы үшін 100% білмей қой, сол сөздің именно бір 60% біл, 50% біле ғой. Сен уже ары қарап не істейтінін тауып кетуге болады да шамалы. Енді қараң, ішінде функция жазамыз ғой. Функция аттарын именно английский қою керек қой, білесіз бе? Жағдай main, басқа зат. Мен сол қаралпақша сөздер, өзбекше білемін ғой енді. Өзбекшені жаңа английский айландырып, сөйтіп маслап қойып жүремін де. Егер английский білгенімде жағын бірден жазып кете алатынмын. Яғни ерінбейсің ба? Енді мен кодларым порядок болу керек қой, мен кодларым кімдір тексереді ғой. Да, дұрыс, просто ана өзбекше жазып, өзбекшеден английскийге переводлап. Еще ол дұрыс переводласа деген жер. Жағда about, мысалы home деген затлар бар ішінде. Контакт дегендер бар. Сол жақлары просто английский білсең, прямо жазып кетесің де. Енді мен күнде көре беріп үйреніп кеттім ол затты. Енді басып атқалар үшін сөйтіп сондай. Сол интеллектілерден пайдалансам, код жазған уақытта агентлер, мен кеше жақында не болыпса, проект істеп жатырмын, тоғрысы. Агент деген вообще не болып тұрыпты ана.
көзіңе бұлай сондай бір сүйкімді көрінеді анау әме затыңды істеп береді. Короче, курсор AI, курсорды естіген шығарсың. Курсор AI-ді пайдаланып отырыппын. Курсордың ішінде бірнеше агенттер бар, пайдалансаң. Spatium емес, бір зат еді, атын ұмытып қалдым. Сол агенттен пайдаланып отырыппын, $20 екен. Короче, оң тарапыңда не тұрады? Окно тұрады, чат, жасалма интеллектпені. Типті нені агентке қойып аласың ба, сөйтіп тұрып, жазасың мысалы. Python'да маған Excel'ге CRUD система істеп бер. Болмаса, Telegram бот істеп бер, что мынандай функцияларды істесін деп жазасың ғой. Файлың таза тұрыпты. Болмаса файл вообще-то жаратпағансың. Файлың жоқ. Просто программаны ауыстырып кеткенсең, чатқа ақша төлегенсең $20, и сен чатқа жазып отырсаң, бот жасап бер, что қандай функция атқарсын. Мысалы, группаға біреу кірген уақытта жаңа неғымағанша, группаға подписка тастамағанша жазылмайтын қылып бот істе, болмаса регистрация істеп қалатын жаңа бот істе десең, сол нәрселерді файлды өзі жаратып, тырс малуматтар базасына шекем жаратып, SQL болса SQL, SQLite болса SQLite-та четкий қылып JSON болса JSON-ға тығып береді. Hamma структурасын істеп, қолданбадан жауап береді еще. Дұрыс, ол озат бар, бірақ оған дұрыс не дейді, промпт жазып үйрену керек та. Ол мысалы қалеген адам деп жазып жіберсең, ол шығарып береді. Ол мысалы егер сен анық толық промптын кіртсең бар ғой, сен айтқанда не дейді, сен кеуліңдегідей қылып шығарып береді да ол. Ол промптын кірте алмасаң, ол ChatGPT мынандай да, негізі сол AI-лар мынандай істейді. Калькуляторға ұқсайды олар. Калькуляторға бір зат кіртпесең, мысалы санды кіртпесең, ол өзінен өзі есептап кетпейді. Мысалы не затты қате кіртесең, не затты дұрыс кіртесең, мысалы пәлен заттан мысалы одан көп затты алып жіберсең деген зат бар да ода да. Сен дұрыс кіртуің керек. Және бір нелерден бірі кибер қауіпсіздік темасы. Wi-Fi-лар бар ғой мысалы. Бесплатный Wi-Fi-лар. Усколод не пайда деп ойлайсыздар? Усколод мысалы, Усколод пе да аты Wi-Fi-ді? Усколод нелер? Устелеком ба? Устелеком қарқиды. Усколодан бар. Устелеком бар. Не үшін бесплатный деп ойлайсыз? Негізі мен өзім мағлұмат жинау үшін деп ойламаймын. Кейін реклама, баста рекламасы болады. 15 секунд па? Сол рекламаны көргеннен өтеді. Ол реклама. Метроларға барсаң сөйтіп шығады. Ташкентте метроларда шығатын еді. Қандай не, мысалы үшін бесплатный Wi-Fi һәм мысалы үшін адамдарға плюс та, һәм де сол Wi-Fi таратып тұрған жерге плюс. Себебі Wi-Fi-дан пайдаланушы сол жерден адамға клиент барады да. Сол үшін қазіргі уақытта почти дерлік көп дейді демалу орындары болсын, ресторандарда уже Wi-Fi-ларын қойыпты да, нәгілі ашып сізге паролін һәм беріп қойды арқайын пайдалану үшін. Себебі жерде Wi-Fi-дан пайдаланып жатқанда адамдардың телефонда ғой қанша уақыт өткенін білмейді да. Отыра береді уақытын өткеріп сол жерде. Ол екі жаққа да плюс та ол. Wi-Fi арқылы атака істеуге бола ма? Телефонға. Яғни бесплатный Wi-Fi деп жалғана беруге де болмайды да негізі. Мысалы мындай қара. Бір комнатта отырсаң, хамме бар. Яғни хамме өзімен өзі отыр ғой жерде, телефондан шықпайды. Сөйтіп ортадағы сессияларды, яғни хаммеміз бір Wi-Fi-ға жалғанып отырмыз. Басқа адам келіп көруі мүмкін. Ортада мысалы мен өзім жағдай программам бар, банк ашатын. Іште паролін теремен, ол сессиялар ортада алмасады интернетпен. Созатлар, мен соны ұстап қалуым мүмкін мысалы. Осы жерде бір қызық айтайын, келген уақытым, технопарк келдім ғой. Бесплатный Wi-Fi ашып қойдым, білесіз бе? Баста. Білмеймін мен. Просто қызыққа көрдім. Опасный нәрсе. Енді просто білемін. Енді. Просто сол жерде адамдар туралы мағлұмат іздегім келді, қызықтым. Администраторлар бар. Беріп қойдым. Бір апта ма сөйтіп мағлұматларын іздеп көрдім. Баста білесіз бе, ноутбукқа келіп жүрдім өзім. Сөйтіп құлас бірталай мағлұмат көрдім да сондай. Сол жерде мысалы пароль, логинларды ұстап қалсаңыз болады сессияда. Kali Linux-та ма? Қандай программа? Ояғына енді айта бермей ақ қояйын, енді оя сыр болсын. Мысалы қазір Wi-Fi беремін Мақсұтқа. Мақсұт кіреді, интернеттен пайдаланады. Мысалы бір затларын ашады, банктен біреуге, мысалы өзінің банктың несі программасы болады, содан пул өткізе жақ болады. Не болады, сол кезімен мағлұматтарын ұстап қала ма ортадағы сессиялар. Именно қайсылары? Мысалы мен Instagram аккаунтым жоқ еді, телефонда алдында сен Wi-Fi-ға жалғаным, Instagram аккаунтым логин паролін теріп кірдім. Мен көре аламын соны. Логин парольді ма? Ортада сессия алмасады. Абайлай бересіз. Бесплатный Wi-Fi, реально, мен алдынан білемей естігенім,
шетелде гостиницаларда нелерде андай жеметілік орындарда бесплатный Wi-Fi-ді специально тарқатып қояды. Сіз бесплатный Wi-Fi-ға жалғанған уақытта, любой Wi-Fi-ға жалғанған уақытта ол сетте сізбен бірге қайсыз бір хакер отырған болса, хакер отырып сіздің IP адресіңізді ала алады. IP адрес арқылы мен білген технологиялардан бірі, жасырып отырмын, PhoneExploit деген нәрсе бар. Kali-Unix'та сплойтлардан бірі PhoneExploit арқылы IP адрес жәрдемінде телефонға бұзып кіруге болады. Звонок, мысалы экран запись телефоныңыздағы, кімге звонок еткенсіз, галерея файла, ньюзлеттер, хаммасын кіруге болады. Что қашанға шекем, сіз о Wi-Fi-дан жалғанып кетпегенге шекем, өшіп кетпеген шекем. Себебі Wi-Fi-ді өшірген уақытта IP адрес өзгереді. Мысалы Wi-Fi-ді өшіріп қайтадан жалғанған уақытта IP адрес өзгеріп кетеді, хакер ұстаған IP адрес уже ескі болады, ол істетілмей қалады. Сондай несі бар. Соның үшін шетелге шыққан уақытта, или Өзбекстанға кіріп келмеді, мен ондай нелерді, киберқауіпсіздік бойынша нелерді анализдеп отырамын да, мен білген хакерлік ұсулары өрде шыға бермейді да, кілең простой жаңа оператор звонок кетті, басқасыз болып алдап кетті, жаңа жақсы көремін деп сөйлесіп жүріп ақшамды ұрлап кетті, кілең жүйде майда жүйде. Реально андай хакер тұзақ та, ол бесплатный зат тұзақ болады. ұстағанын көрмеді. Ондай зат бар ғой, зәбетті халқын алдау аңсат деп ойлаймын. Ондай жолмен бар ғой. Себебі бар ма? Мысалы үшін қазіргі уақытта сонша телевизор, телеграм әмі жерін айтады, APK файл ашпай айтады. Именно соны ашады да, бәрібір оқушылар адам ашады. Осы айтып қойды. Ол біздерге мысалы үшін жаңағы Wi-Fi-дан пайдаланып алуға болады деп отырсыз ғой малымат. Оны алу біздерден қайдым халықтан аңсат деп ойлаймын. Қатты аңсат. Аңсат аласаң біздерден халықтан. Оны не қылу керек, тек қайта оқыту, қайта миға ұқтыра беру керек. Мен хайран қалғаным сол нәрсе 1222 деген такси компания пайдаланып көрген шығарсыздар. Отырған уақытта такси компанияға отырасыз, старт дегенді басады, молодец, сол мәселеде 1222 такси компаниясына. Сол жерде агахландырады, диққат, сондай APK файларды ашпаң, банк қызметкеріміз. Яғни хакерліктің тек арғы нелерімен агахландырады, сіздерді сызатларға абайлы болың дейді. Деп енді маған не нәрсе бұл, скучный нәрсе ол, маған не емес, но білмеген адам ол информация, ол миысына және бір не болады, ескерту болады. Не дейді, көзбен көріп, естісең пайда үшін, мысалы үшін сен оны не көңілділікті тыңлай берген бәрі ядында сақланып кетеді да. Қара, четкий зат айтып бермесерге, өзім көрдім, кеше жақында шыққан затты, құлас бір бот бар да. Сөйтіп, сізде бот бар, қызық, сол ботқа кіремен, құлас, Инстаграм, мысалы, кімнің Инстаграмы керек болса, дейді, сондай зат, пұл төлейсің, сөйтіп, пәленшең, құлас біреудің пароль логин ала жақпан десең, сөйтіп, ол линк береді осын. Сөйтіп, оны пәленшеге тастайсың. Фишинг. Сөйтіп, ашады сайтта ол, сайтқа кіреді, Инстаграммен логин кіртеді да ол. Сөйтіп, бірақ конкретно істейді ол сайт. Яғни білдіртпейді сатты. Құласы ол сайттың вазипасы анаған подписчик тастауды, яғни накорд құруды. Накорд құрып береді четкий қылып. Сөйтіп, жаңағы вот сатып алған мен сатып аламын ғой мысалы. Сөйтіп соған бағанағы кірткен логин мен пароль бұяққа барады да. Сөйтіп мен екеуін кіріп аламын, анау білмейді соны. Істетіп көрген мен. Сол, бірақ сайт конкретно істейді ал. Қосады. Жейтін нәрсе фишинг деп айтылады, жейтін нәрсе. Gmail фишинг, Facebook фишинг, там Instagram фишинг істетіп көргенмін. Kali-Unix'та готовый пакетлері бар еді, Kali-Unix'та істетіп көрдім. Бұлайынша сайтларым бар шығар. Бұндай, яғни өтірік гиперссылкаларды фишинг деп айтылады. Яғни типа мынандай нәрсе, Instagramның үстіне орнатылған ортада қабық, что сіз бұяққа парольді кіртесіз, ортада зиянлы программа, арқасында Instagram тұрады да оның. Сіз парольді терген уақытта ол қабық запросыңызды Инстаграмға да өткізеді. Аны мағанаға келіп береді да ол, логин пароль. Осы бастағы темаға айтайық та, мен өзім айта жаздадым. Сол бесплатный Wi-Fi болса, яки басқалық болса, құлас іләжі барынша жағдай пароль кіртетін жерге олыма кірмең. Мысалы чатта видео көрсең есат қылмайды. Мысалы біреулер бар, магазинге барып төлеп жіберейін дейді, мегабайт жоқ болады, Wi-Fi ашып жіберсе дейді ғой. Сондай кездер мысалы таныстың Wi-Fi болу керек, яки бесплатный Wi-Fi-ға жалғанбау керек құлас. Бесплатный Wi-Fi-ға жалғандың ба, просто өзің лишний затларын істе. Мысалы пароль, логин деген затлар кіртпең олма. Мен ол заттан қабағым жоқ, расы өйтіп жаңағындай логин пароль кірткендерге шекем Wi-Fi роутер ұстап қалады, роутер арқылы ұстап қалады. Мен мысалы өзім жораларым арасында сөйтіп ойнайтамын, мен Инстаграмды ашып алып телеграм. Шифрлайды деп ойлайтын мен расы онда. Роутердің өзі шифрлайды да просто. Өзі шифрлайды деп. Не бар, сосын бесплатный Wi-Fi-ға жылған уақытта шетелде мен
шетелде жүрген ана кибербезопасность специалистерден естіген нәрсем обновление келеді. Бесплатный бір шетелдегі шыққаныз, мысалы Өзбекстанда және айтамын, Өзбекстанда ондай нәрсе көрмедім мен. Ондай ұрлықтың түрін көрмедім. Негізі бар, шетелде бар бұл нәрсе. Яғни бесплатный Wi-Fi тарқатады. Мен мысалы IT-ден институттан қабағым жоқ, шетелге шықтым, там Дубай болмаса шықтым да, бесплатный Wi-Fi бар екен, опа жалғандым, телефоныма сразу обновление келеді. Компьютерға болмаса обновление келеді да, что обновить деген кнопканы басқан уақытта ішінде вирус орнатылады. Обновлениенің ішінде вирус болады. И вирус не қылады, компьютерға толық орнатылып алады да, болмаса телефонға толық орнатылып, жаңа нәрселерді істейді сені. Логин пароль терсең, логин пароль кетеді, низат терсең, хамезетті алады. Узтелекомға да кірсем төбеден SMS келеді, неге кіріп тұр, телефон сілік жіберіп қояды, яғни білдіріші номерлер деген жерге, соның үстін басасаң, сөйтіп телефон нөмірін кіртесең, дұрыс па? Яғни ода сіз айтып жатқанда сол линктің үстін басқанда ана зат тұстанып кетеді да, жаңа сіз айтқанда. Сол затты. Олам хит болды, Өзбекстанда хит болған емес. Просто ашылып қалыпты ол зат. Қайсысы? Ондайлар болды Өзбекстанда. Көп болды. Бана ішкі істер министрлігінің несі бар ғой, өзінің каналы бар ғой. Жаңа кибержинаятларда. Хакиметте істейтін адам соң үстіне звондады. Соң көру керек деп құлас. Телеграмын алып қойған ба? Енді олардың мәліметтер көп болады ғой. Мен және бір не болғаны, сол киберқауіпсіздік бойынша сондай тәдбірлер нелер өткіземіз деп, IT-паркта істеп жүрген уақытта банкта істейтін бір танысымыз бар еді. Қандай таныс, анығым есімде жоқ. Содан пластик карталар туралы информация сұрадым да, қандай данныйлары бар, жаңа инфо деген реквизитлар туралы мәлімет сұраған уақытта, сол айтып жатыпты. Қайсы банк екенін айтпай-ақ қояйын. Сондай случай болды дейді біздерге. Бір күннің өзінде жерде банкта істейтін һәммеге Европадан ба телефоннан звонок келген ғой. Не істеп отырған жағдай соларды. Шетелде онымен звонок келген бір күннің өзінде. Ешкім алмады, бірақ алмады дейді телефонды. Естіп болған жоқ бірақ дейді. Менде мысалы проект істеген уақытым ұйықтатып кеткенде болғанда. Енді қатты қапысың. Болған шығар енді сіздерде болған ба мысалы сондай заттар? Айта беріңіз, айтамыз ғой, бәрті қозғадың. Менің өзімде ең қызықтарынан бірі класс проект ағамыз. Команда болып істеп жатырмыз. Командаға қосылдым. Яғни сөйтіп интервью болды, болмады емес. Хамезат болды, жағдай тапсырма да берді, онан тапсырдым, сөйтіп класс пұлды алатын жеріне келгенде ұйықтатып кетті да проект. Яғни менің ойына шауды тырыс болды. Біз әдәшкен, бән достымызды дейді ғой, имиджімеді ұрып өлдіреміз дейді. Енді мен өзімден болғанда ол жерде. Хотя бір кітте аванс алып тұрып істесем де болатын еді. Енді бірінші мәрте енді баста көріп отқан заттар еді ғой. Мысалы сіздерде қалай болған сол тема? Енді фриланста мен өзім көп істемеймін, ондай зат істеп бермеймін. Мен ол қандай уақытта істеймін? Мен мысалы жағдай ақшаға қалып қояды деп отырсам, алданып қалып. Мен сол затты неғылмау үшін не дейді? Өзім ертең блок қоя алатын дәрежеде нелер болады, мысалы үшін жұмыслар болады, әрқилы затлар істеп береді, жаңағыдай Google формада анау-мынау жаратып береді. Сол уақытта ақшасын алмай қалған жағдайда мен мына жақтан блок қойып тастайтын қылып істеймін да мен. Андай көп нелерге араласа бермеймін да, олмай айтқанда фриланста. Көп істеу жақпайды онда көп. Ол сіз айтып отырсыз ғой жағдай деп. Онлайн істегенде болады да ол зат. Көзіңмен көріп жүрген адам өйтіп істемейді ертеп. Көзіңмен көріп жүрген адам істейді. Енді ондай болып көрмеді қайдым ал. Мен көзіммен көріп жүрген адамда онлайн болған менде. Онлайн. Жура деп ұйықтатып кеткен адамдар болды жаңа. Яғни фрилансинг болғанда мен фрилансқа Upworkқа шығып көргенмін. Яғни фриланс болғанда IT проект емес бізге. Фриланста Upworkқа шығып, Fiverr болмаса басқа да нелерге шығып, запрос тастаған көп нелерге Upworktан өйдеп айтатын еді. Ответ жазып көргенмін жұмысларға. Но ешкім жұмыс бермеген расы. Біздікі балайынша IT проект, бірақ сату бөлімінде еді. Неге? Үлкен суақытта ол компания үшін үлкен сумма еді. Енді кімгедір үлкен сумма, кімгедір майда сумма. 16 миллион сомдық заказ тауып бердім. Уақытым кетті, мен адам жинадым, команда жинап біреулерді оқыттым, мысалы сату бойынша да. Мен сату бойыншадан хабарым бар, сату бойынша оқығам, жұмыс істегеннен кейін сату бойынша хабарым бар еді. Жора, өзіміздің жораларымыз, жора деп жүрген адамдар ғой, шақырып, ой, ақшаңды беремін. Істесең болды, клиент таусам қалып, пәлен процент шауды. Жаңағындай ақша түсті реально. Не қылу керек екен?
ошибка $1 миллион деген кітап бар, білесің бе? Сода қайсыдыр ошибка $1 миллион деген кітап бар, оқысаң, бизнес бойынша $1 миллион қаталар деген. Сода бір бенд бар, мен оқығам, полный емес, бірақ 15-ші ошибкаға шеген бе барған жаным. Бенд бар еді. Обязательно шарттама дүзің деген жері бар еді. Сіздің положение енді білмедім да, менің өзім 3-4 мәрте болған да, бір рет емес те. Танысылардан ба, жоралардан? Жоқ, жоралар емес, сол онлайн заказ алып, сондайдан ұйықтағанмын да. 3-4 мәрте сөйтіп содан кейін мен өзім Django'да істеймін көбінесе. Админ панелі бар да. Django'ның өзінің админ панелі бар да. Сонымен былғап беремін да келді істемесе. Сөйтіп соның үшін баста аванс алып, жағдай қылып істейтін болдым кейін. Айдым, Құдайға шүкір, қазір ондай болып жатқан жоқ. Өз опытный болып кетесің ғой, ол мәселеде енді әстен заказ алсаң. Просто енді жағдай біреулер бар. Бұйырмайды ма енді өзі. Бұйырмайтыны гарантия. Бұйырмайтыны анық. Мен алсам просто. Мен не қылдым, ол контактта бар еді, атын жазып, ізіне, фамилиясын жазып қойым, чумо деп жазып қойым. Енді просто сақ болу керек, қазір сенімді болу керек. Фрилансинг сондай, егер онлайн заказ алып істейтін болсаңыз, обязательно аванс алың. Бар замандардың тәжірибесі, мен өзімде болған тәжірибе, мен аванс алмадым, ұйықладым. И обязательно шартнама іләж бар, шартнама дүзің. Что бір зат болсын, залог ба, қолыңызда WhatsApp-ың ақырында ұстап қалады, немесе Мақсұт күндей жаңағындай ссылка ма, что сіздің қолыңызда тұрсын, ақшасын бермесе, сіздің продуктыңыз блокланатындай бір зат болу керек. Демек, бүгінгі сөhбетте көптеген IT тауарына қызығатұғын, болмаса IT тауарына енді кіріп келіп жатырған жастардың көп сұрауларына жауап бердік. Біздер өзіміз сабақ бердік. Мысалы, Мақсұт біздерден өтеді, ол сұраулар көбінесе біздерге берілетін еді. Компьютер сауаттылығы курсына IT-дан ұлма хабар жоқ адам келіп тұрып көп сұраулар беретін. Сол сұрауларға жауап бере алдық деп ойлаймын. Егер қате жерлер болса, біз адамымыз қателесуіміз мүмкін. Берді мен өзінің жеке пікірі. И басына өткен нәрселер айтылды. Комментарийда жазып кетің, қолап қуатлап, подписка тастаң, IT тарау бойынша мұндай подкастын өкісте көрмедім турсы. И мұны IT-ға жөнелтірілген, тек IT-шниклер, мысалы, IT направлениясында жүрген адамдар отырып сөhбеттесіп отырғаным. Сондай бір подкаст шөлкелмес тұрады, біз пікірлеріңізді жазып кетің, кемшіліктерді жазып кетің. Идея, тема жазып кетсеңіз, егер ана конкретно темада сөйлессек, сол темада әңгіме болсын десеңіз, жүде зор болады. Егер біздер білсек, сол темада сөйлесеміз, білмесек, білетін адамды алып келіп, және ортаға қосып сөйтіп сөйлесеміз, осы направление бойынша, мысалы, может сізге график дизайн қызық шығар, может там не кибербезопасность қызық шығар, бакбаунтинг дегендер бар, мысалы. Сондай нәрсе. Бұзуға қызығады. Менен сөзатларды сұрай береді көпшілік. Реально сондай нелерім болды. Жаңа пластик карталардан ақша шеше аласың ба, ақша шешейік. Приложенияларым болды. Отказ етемін ол нәрсені, біреудің хақысы маған керек емес, ешкімге де керек емес ол нәрсе. Маған тыныш өзіміздің жұмыс қадал сол керек. Егер конкрет тема жазып кетсеңіз, комментарийда жүде зор болатын еді, достарыңызға үлесің. Қырғызстан. Өзіңізге қандай да пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, достарыңызбен үлесің, бөлесің видеоларды. Етібар үшін рахмет. Шай тостайық. Домой. Кезге болсаңыз бай. Как желание?